Қайырлы күн құрметті достар, біздің домбыра үйрену парақшамызға қош келіпсіздер. Сіздермен бірге мен Битөре. Құрметті достар, бізде мынау парақшамызда біраздан бері видео сабақтар жүктелмей кетті. Енді осы жылдан бастап үздіксіз сабақтар салып тұрамыз деген ниеттеміз. Сол үшін қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз керек. Парақшаға жазылып, комментарияға қандай ән немесе күй осы сандық нотада көргілеріңіз келеді, қандай әннің күйдің сандық нотасы керек, соны жазсаңыздар. Қандай ән күй көп сұрайды, соған ары қарай түсіретін боламыз видео сабақта. Бүгін сабақта біз дала рухы күйін үйренетін боламыз. Және де достар, бізде осы сандық ноталардан жинақ кітабымыз бар. 50 ән күйден тұратын, жалпы 3 бөлімнен тұрады. Әрқайсысында 50 ән күйден. Жалпы 3 бөлім 150 ән күй болады. Егер де соны алам десеңіздер, мынау астындағы номерге жазыңыздар достар. Ендеше кеттік. Бірінші дала рухы күйін тарт берейін. Одан кейіннен барып соны үйренетін боламыз. Ең бірінші достар үйренуді бастаймыз. Мына бізде 7-ші перне, осыны ұстаймыз, 7-ші пернені. Және де қағысы бізде мынандай қағыс, мына көріп алыңыздар. Алмай кезек, жоғары. Тара-пам пам пам. Сара-пам пам пам. Осылайынан 3 рет ойнаймыз. 3 такт яғни. Бұл бізде бірінші қатар. 1 және енді төртіншісінде тағы да 3 рет тартамыз. Және 9-ға ауысамыз. 10-ға ауысамыз. Жоғары и және 9 жоғары. И қайтадан бағана сол қайталаймыз. Және 7. Енді екінші қатарда қайтадан 7, 10 жоғары және 9 жоғары. Келесі бізде 12 енді. Осы жерде бағанағы 5 қағысты қайталаймыз. Тара-пам пам пам. Келесі 3 рет тартамыз алмай кезек. Тара-пам және 10 жоғары және 9 жоғары. Және қайталаймыз қайтадан 12. Тара-пам пам пам. 12 үшінші қатар. Тара-пам 10 жоғары және 9 жоғары. Осы жерде бізде мына 2 сызық және 2 нүкте тұр. Бұл бізде реприза деген білдіреді. Яғни бұл репризаның аяқталған білдіреді. Ал бұның басы бізде сол күйдің басында.
Яғни күйдің басынан бастап осы жерге дейін 2 рет қайталаймыз. Және осыны тағы да қайталаймыз. Келесі бізде 14-ші перне 4-ші созақпен ұстаймыз. Үшеу болды. Және 4-ші қатарда тағы біреу бар. Сол кезде 4 рет тартамыз. 4-ші қатар. Және 15. Және 12. Жоғары. Келесі 14. Алма кезек 3 рет. Және 10 жоғары. Келесі енді осы жерден мұқият қараймыз. Астында 9-ші перне, үстіңгі шекте 12-ші пернені 4-ші созақпен ұстаймыз бұлай. Және 5 қағыс ойнаймыз. Пара-пам-пам-пам. Және келесі 5-ші қатар тағы да осыны қайталаймыз. Пара-пам-пам-пам. Келесі бізде енді тура мына 9-ды 10-ға жылжи саламыз бұлай. Осы жерде тұрып 5 қағыстан 2 рет ойнаймыз. Так, 14-тен бастап бір тартайғы. 9, 2, 10. Енді келесі 12 астыңғы шекте 4-ші созақпен пара-пам 3 рет. Пара-пам және 9 жоғары. Келесі 10 бізде. Алма кезек 3 рет. Пара-пам 9 жоғары және 12 жоғары. Келесі бізде басындағы сияқты 7-ні ұстаймыз. Үсті 0 ашық. Осыны 4 рет тартамыз. Пара-пам-пам-пам. Біреу, екеу, үшеу, төртеу болды.